Сәлеметсіңдер ме 7-ші сынып оқушылары. Бүгін біз негіздері бірдей дәрежелерді бөлу тақырыбына байланысты енген есептерін шығарамыз. 3-11 есептен бастаймыз. Ең алдымен есімізге түсіреміз. Егер бізде негіздері бірдей дәрежелер бір-бірінен бөлініп тұратын болса, онда бізде дәрежелер азайтылады. Егер негіздері бірдей дәрежелер бір-біріне көбейтіліп тұрса, онда дәрежелері бір-біріне не істейді? Қосылады. Осы екі ережені жаттап алыңыздар. Осы ережелерге байланысты есептерді шығарамыз. 3-11 есеп. Жұбын шығарамын. Б 8 болғанда, минус 1,3 болғанда, 3-5 болғанда, және -6 болғанда, осы өрнектің мәнін табыңдар дейді. Есептің берілгенін жазып алайық. Бұның 40 дәрежесі көбейтілген, бұның 10 дәрежесі көбейтілген, бұның 38 дәрежесі бөлінген, бұның 37 дәрежесі көбейтілген, бұның 49 дәрежесі. Енді мына бірінші ережені қолданып, дәрежелер негіздері бірдей болса дәрежелер қосылады деген барлық дәрежелер бір-біріне қосып алайық. Сонда 40 қосылған 10 қосылған 38, бөлшектің бөлімінде 37 қосылған 49, сонда 40-қа 10-ды қоссақ бізде 50, 50-ге 38-ді қоссақ 88, 37-ге 40-ды қоссақ бізде қанша? 86 болады. Енді екінші ережені пайдаланамыз. Бұл жақта бізде негіздері бірдей болып тұр, екеуінде де Б, ал негіздері дәрежелері әртүрлі, сондықтан бір-бірінен не істейді? Азайтылады. 88-ден 86-ны азайтсақ, бұның 2 дәрежесі. Енді есептің берілгеніндегіндей орнына қоямыз. Яғни бірінші 8-дің 2 дәрежесі, ол бізде 64, минус 1,3-дің 2 дәрежесі, плюс 1,3-ден 69. Кез келген санның 10 жұп дәрежесі бізде 10 сан шығады, тақ дәрежесі бізде теріс сан шығады. Егер мына жақта минус болса, онда бізде минус болады. Егер мына жақта 1, 3, 5, 7 деген сандар болса. 3-те 5-дің 2 дәрежесі, 5-дің 2 дәрежесі 25, 3-дің 2 дәрежесі 9, минус 6-ның 2 дәрежесі плюс 36. Түсінікті болса, комментарияға қалдырып қойыңыздар, түсінікті барлығы деп. 3-те 12-ші есеп, x айнымалысының қандай мәнінде өрнегінің мәні 1-ге тең болады дейді. Так, 100-дің 34 дәрежесі бөлінген 100-дің 32 дәрежесі бөлінген 100-дің x дәрежесі. Бізде есептің жауабында 1 болу керек. Бірақта мына жақта сандарымыз, негізіміз 100 болып тұр. Оны қалай біз бірге айналдырамыз? Оны біз бірге айналдырамыз, есімізге түсіреміз. Кез келген санның 0 дәрежесі бізде 1-ге тең. Сонда 100-дің де 0 дәрежесі бізде 1-ге тең болу керек. Яғни мынау тұрған сандардың қосындысы мен көбейтіндісінің қосындысы мен айырымның арасында бізге есебі 0 болу керек. Сонда 34-тен 32-ні азайтсақ бізде қанша? 2. 2-ден біз 2-ні азайтсақ 0 шығады ғой. Сондықтан x-дің орнына 2 деген санды қоямыз. Сонда 100-дің 0 дәрежесі ол бізде 1-ге тең. Яғни мына жақта бізде x-іміз 2-ге тең. Келесі үшіншісі 6-1-дің 42 дәрежесі көбейтілген 6-1-дің 9 дәрежесі бөлінген 6-1-дің x дәрежесі. Яғни бұл жақта да қосып азайтқан кезде бізде 0 шығу керек. Енді бірінші белгілі сандарымызды қосып алайық. 42-ге 9-ды қоссақ бізде 51, 51-ден біз 51-ді азайтсақ 0 болады екен. Яғни x-іміз бізде бұл жақта 51. Сонда 6-1-дің 0 дәрежесі 1-ге тең. 3-те 13-ші есеп, өрнектердің мәндерін салыстырыңдар дейді. Екіншісі минус 9-ның 10 дәрежесі бөлінген минус 9-ның 9 дәрежесі, және минус 8-ның 9 дәрежесі бөлінген минус 8-дің 8 дәрежесі. Негіздері бірдей болып тұр, яғни дәрежелерін бір-бірінен азайта салсақ болады. 10-нан 9-ды азайтамыз, минус 9-ның 1 дәрежесі. 9-дан 8-ді азайтамыз, минус 8-дің 1 дәрежесі. Яғни минус 9 бен минус 8 деген сан шықты. Бізде бұл жақта қайсысы үлкен? Әрине де егер теріс таңбалы сан болатын болса, ол бізде қайсысы 0-ге жақын тұр, сол бізде үлкен болып келеді. 3-те 1-дің 60 дәрежесі бөлінген минус 3-те 1-дің 58 дәрежесі және минус 2-де 1-дің 40 дәрежесі бөлінген минус 2-де 1-дің 36 дәрежесі. Негіздері бірдей, сондықтан азайта саламын. 60-тан 58 азайтамын, минус 3-те 1-дің 2 дәрежесі болады. Мына жақта 40-тан 36-ны азайтамын, минус 2-де 1-дің 4 дәрежесі. Енді есептейміз. 3-дің 2 дәрежесі бізде 9, 1-дің 2 дәрежесі 1. Теріс таңбалы санның жұп дәрежесі ол бізде плюс болады. Мына жақта да теріс таңбалы санның жұп дәрежесі бізде 10 сан шығады. 2-нің 4 дәрежесі бізде 16 екен. Енді салыстырып қарасақ бізде 9-да 1, 16-да 1-ден әлде қайда үлкен.
3/14 есеп өрнекті ықшамдандар. Бұл есеп қатты қиын емес. Сондықтан тестте айтып өтейін. Біріншісі 9-ның n дәрежесі бөлінген 9-ның 5 дәрежесі бөлінген кезде бізде дәрежелер азайтылады, яғни 9 n-5 деп дәрежесіне жазамыз. Үшіншісі 3,7-ның k дәрежесі бөлінген 3,7-ның 11 дәрежесі дәрежелер азайтылады. 3,7-ның k азайтылған 11 дәрежесі болады. Бесіншісі 8,4-1-дің 1 дәрежесі бөлінген 8,4-1-дің с дәрежесі тең болады. 8,4-1-дің жақшаға аламыз, 1 азайтылған с дәрежесі. Келесі 3/15 соңғы есеп б деңгейінің екіншісі 20-ның 10 дәрежесі бөлінген 20-ның т дәрежесі көбейтілген 20-ның 3 қосылған т дәрежесі. Енді қараймыз, бөлу болса біз азайтамыз, көбейту болса қосамыз. Сонда 20-ның дәрежесіне жазамыз 10 азайтылған т қосылған 3 плюс т. Минусты мен плюсты бізде қысқарып кетеді, 10-ға 3 қосылады 13. Екеуі жаңағы таңбалары әртүрлі болса, бірақ бірдей сан болатын болса, әріп болатын болса қысқарып кетеді. Төртіншісі -9-ның 20 т дәрежесі бөлінген -9-ның т қосылған 5 дәрежесі бөлінген -9. Сонда мынаны алды бізде бөлу, сондықтан азайтамыз. Минус болса, оқушылар қараймыз, егер бізде т плюс 5-тің мынақта минус болатын болса, онда жақшаның ішіне алатын болсақ, міне мысалы былай, минус а плюс 5 болатын болса, біз жақшаны ашқан кезде мынау минусты аға да 5-ке де береміз ғой, сонда минус а минус 5 болушы еді. Мына жақта да дәл осылай, сонда 20 т азайтылған т минус т и минус 1 болады. Мына 9-ның дәрежесі бізде 1-ге тең. Сонда 20-дан т-ны азайтсақ бізде 19 болады. Тек қана айнымалысылар барларды азайтамыз және сандарды бөлек азайтамыз. 20-дан, яғни т-ның алды бізде 1. 19-ты минус 5 минус 1 бізде 2 қосылады, себебі 2 минус 1-біріне қосылады. Сонда 19-ты азайтылған 6 болады. Алтыншысы 2,1 к плюс 3 көбейтілген 2,1 6 т бөлінген 2,1 4 т қосылған 3. Менде мына жақта онша көрінбей тұр, бірақ сіздерде басқа әріптер болатын болса, онда қарайсыздар. Так, 2,1 мына екеуінің арасы көбейту, сондықтан қосылады. К қосылған 3 қосылған 6 т, мына екеуінің арасы бөлу, сондықтан азайтылады. Минус 4 т минус 3. Енді қараймыз, ұқсас мүшелерді ғана біріктіреміз. К бізде ешкіммен ұқсап тұрған жоқ, сонда өзін жазамыз. 3-тен 3 азайтылады, 0 болады, немесе қысқарып кетеді. 6-т-дан 2 4 т азайтылады, 2 т болады, сонда 2,1 азайтылған к-ның минус 2 т дәрежесі болады. Оқушылар осымен б деңгейінің есебін біттік. Келесі сабақта с деңгейінің есептері шығады. Видео ұзап кеткеннен кейін, сондықтан екінші басқа видеомда қараңыздар, сау болыңыздар.